жаңағы 2023 айдың 9-ы ба? Қайта тексермедіңіз ғой? Қайтадан тексермеді. Мына дары қашан жеп тұрсыз? Осылар сол долдыр кеңес бойынша Сол қашан сарыда жедіңіз ба, кеште жедіңіз ба? Мына дәріні таңертең мынау осы шөбін ғана таңертең жеп көрген кейін кешке мұны екеуін қосып тағы бір ішеді. Сол. Мынаны күнде 2 рет ішесіз. Мынаны ұзын уақыт бір талдан ішіп қойсаңыз болды. Жүрек соғыңызды 24 сағат тұрмызайды. Мына сарыда кеште мейлі, бірақ аш құрсақ ішесіз. Тамақтан бұрын 1 сағат, же болмаса тамақтан кейін 2-3 сағат, 3-4 сағаттан кейін ішесіз. Тамақтан кейін ішеміз, тамақтан 3-4 сағаттан кейін. Солай. Мынау майды парқсайтын дәрі. Кеште ішетін дәрі. Қолыңыз еттері ауырып қалғанда 3 айда 1 рет сол бауыры бүйректің ықтарын тексересіз, 3 айда 1 рет қандағы май құрамын тексересіз. Тұз аз ішесіз, майды аз ішесіз, қауырғаны майлар дейсіз, құйрық май дейсіз, бәрін тоқтатыңыз. Кеудеңіз анда-санда демік ауырып тұр ғой. Оны қайта бір жайын істейсіз. 2 жыл болыпты ғой. Сол кезінде терек салуға керексіз, бірақ жағдай бар. Қан тамыр өзгерді ме? Тағы бірісі сол кезде терек салуы керек, бірақ кейін салатын қан тамыр бар ма? Тағы бірісі бұрын салған терек бар ғой, соның ішінде тосылы бар ма жоқ? Соны тексересіз. Темекіні тастайға ба жатыр? Темекіні сөзсіз тастайсыз. Ана кезде жылжа салуы керексіз қан тамырларға қайта жылжа салу болып қалуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Мана жылжадан өтіп кеттіңіз ба, болды төшіңізді жарып апырыш жасаймыз. Көпіре саламыз ол кезде. Темекіні сөзсіз тастау керек. Қазір қайта тексермепсіз, білінбей қалды. Қайта бір тексересіз да, мана дары алып тастағанға болана соны бір ақылдасып көріңдер. Қандағы май тексеріңіз, тұрмыс әдет жақсы болса, мананы тоқтатқан болады. Білдіңіз ба? Сөйтіңіз,